Сонда сіз кім болдыңыз? Сіз кімсіз? Рубис Хайгорд. Хайгордс мектебінің басқарушысымын. Хайгордс мектебін білесің бе? Білмейді екенмін, кешіріңіз. Білмеймін дегеніңе таң қалып отырмын. Әке-шешең сол мектептен тәлім алған еді ғой. Не үйреніп еді? Сен бір сиқыршысың. Не дейсіз? Сиқыршы жаттықтырса болғаны мықты сиқыршы бола аласың. Жоқ, сіз қателестіңіз. Мен тек қалайша сиқыршы боламын, айтайын дегенім қаримын. Жай ғана қаримын. Қателесіп тұрсыз. Жарайды, Харри. Ғажап істерге жолықтың ба? Ашуланған, қорыққан кездеріңде сұмдық іс туылды ма? Сүйікті Поттер мырза, қуанышты түрде сізге мұнан айтпақшымын. Мектепке оқуға қабылдандыңыз. Айтық қояйын, барамен деп демелейін бе? Ондай ақмақ істерге жол атпаймын. Білесіз бе? Біліп тұрып не үшін айтпайсыздар, а? Әрине білеміз. Неге білмеске? Ана керемет сіңіліме қарашы. Шақыртуды қабылдаған кезде әкем қуанғаннан жүрегі жарлардай болды. Үйден сиқыршы шығу ерекше керемет іс қой. Оның нағыз кеспірін мен ғана білемін. Ал ақымақ ол кейін Поттермен үйленіп сені туды. Олар секілді болмасын деймін. Бір жүрген ақымақ және қалыпсыз. Кейін партла бөлумен тындым тапты. Содан кейін сені бағып алдым. Ондай емес. Олар жол апатынан қаза болған. Жол апаты? Жол апатына қалай жазым болады? Себебі сол ғой. Ей, бұл бір қорлық, жабылған жала. Баруына болмайды. Сендей сиқырдан кенделер жолыма бөгет боламын деп ойлап қалмасын. Кенделер. Сиқырды білмейтіндер ғой. Ол туыла салып мектебіміздің тізімдігіне енген. Ең танымалы сиқыр мектебінен оқып, ең үздік мектеп бастығынан білім алатын болады. Ол болса Албас Дамблдор. Қалтамнан ақша шығарып ақымақ жылдан тәлім алады екен деп ойламасын. Бүйтіп, мектеп бастығын масқаралаушы болмаңдар. Сиқыр сеткенді айта көрмеңдер. Кешірім өтінем. Сіз кімсіз? Рубиус Хагрид. Хогвартстағы жермен кілттер сақшысымын. Хогвартс жайлы өзіңді жақсы білетін шығарсың. Кешіріңіз, білмейді екем. Білмейсің бе? Қойшы, Гарри, марқұм әкең мен шешең қайда оқыған деп сұрамадың ба? Қайда оқыған? Сен сиқыршысың, Гарри. Кім дейсіз? Сиқыршы. 8 қырлы бір сырлы оқысаң өнеріңді отанар шыңдай түсесің. Жоға, қателесіп тұрған шығарсыз. Айтпағым, менің сиқыршы болуым мүмкін емес. Өйткені мен Гарримін. Қарапайым Гарримін. Ендеше қарапайым, Гарри, әдеттен тыс түсініксіз бір күйге бөлінген кездерің болды ма? Мысалға ашуға булыққан кезде не қорыққанда? Құрметті Поттер мырза, сізді Хогвартс ғажайып пен сиқыр мектебіне қабылдағанымыз жайлы қуана хабарлаймыз. Еш қайда бармайды. Бұндай бұлыққа енді ешқашан араласпаймыз деп уағдаласқанбыз. Сіздер білесіздер. Бәрін біле тұра, маған айтпадыңыздар ма? Әрине білеміз. Сен басқа кім болушы едің? Білгіш әпкем де сондай болған. Әпкеме дәл осындай хат келген күні әке шешем оны төбелеріне көтеріп, мәз болып еді. Отбасымыздан сиқыршы шықты деп қуанды. Керемет емес пе? Бірақ оның шын мәнінде қандай екенін мен ғана білем. Әпенді. Сосын әлгі бір Поттерді жолықтырды, кейін сені өмірге келді. Қаныңа тартатыныңда әу бастан-ақ білгем. Сен де бір түрлі әпендісің. Сосын ол кетіп қалды да, біреудің қолынан қаза тапты. Ал біз сені асырауға мәжбүр болдық. Қаза тапты ма? Апа мен әкем көлік апатынан қайтыс болды деп едіңіз ғой. Көлік апатынан? Лили мен Джеймс Поттер көлік апатынан қайтыс болды дедіңдер ме? Бірдеңе айтуымыз керек болды ғой. Неткен масқара. Сұмдық қой. Ешқайда бармайды. Өзіңдей мықты магл бұған кедергі бола алар ма екен? Магл?
Сиқыршы емес деген сөз. Бұл баланың есімі туғанда мектеп тізіміне енгізілген. Ол әлемдегі ең үздік ғажайыппен сиқыр мектебіне түсті. Сондай-ақ Хогвартс тарихындағы ең үздік директордың қарамағында болады. Альбус Дамблдор. Ал жыған шалдың қайдағы жоқ кәкір-шүкірге оқытқан үшін ақша төлейтін жайым жоқ. Менің көзімше, Альбус Дамблдорға ешқашан тіл тигізуші болма. Ұқтың ба?